Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, сіздермен мен барлықтарыңыз аман есенсіздер ма? Сіздермен бүгін тағы бір кішігірім лайфхакпен деп айтайын ба, сондай мен бөліскелі отырмын. Негізгі нәтижелеріммен деп айтайыншы. Бір кездері мен сіздерге болғанда бір жылға жетпейтін уақыт болды. Менде өмірімді өзгерту, және өміріңді жақсы жаққа өзгерту дегенге нақты қолыма алып бастаған болатын міне. Сол кезде ең бірінші неден бастау керек дегенде ойдан бастау керек деп айтқанмын. Мен сонау жаңағы Қарағандыда тұрып ойыммен жаңағы өзімнің және қазіргі кездегі мамандардың үйретіп жатқан психологтармен жұмыс істеп, визуализация жасап, аффирмациялар айтып, және өзімді жақсы жаққа дамытып бастадым. Шыны керек, өзімнің жоспарлаған, өзімнің армандаған армандарымнан да биік, одан да жоғары жетістіктерге жетіп жатырмын. Тіпті менің жоспарларым емес, Алланың жоспарының соншалықты бір расымен керемет екендігіне көзім жетіп жатыр. Біз адам жай ғана бір андай өте бір ұсақ түйекті армандап, ұсақ түйекті ғана жаңағы есеп жасай алады екенбіз. Мен мүлде ойламаған, үш ұйықтасам түсіме кірмеген мекенде, қазір мен танымайтын ортада, қазір бір кездері өзім өзгерем деп ниет еткен кезде, мен ойлаған мен ғана өзгерем деп, жоқ. Мен деп ниет еткен кезде барлығына дайын болу керексіздер. Адам жалпы өзгеріп бастағанда, тіпті оның өмірі, ойы, үйі, маңайы, танысы, ісі барлығы өзгеріп кетеді екен. Тіпті сіз кіммен дос болатыныңызды, кіммен араласатыныңызды, қандай ортада отырып ас ішетініңізді, сіздің ойыңыз жеткеннен бөлек, біздің елестеткенімізден де жоғары деңгейде өзгеріп кетеді екен. Сондықтан өзгерісті бастаған кезде, өзгеруге ниет еткен кезде, шынайы өзгеруге дайынсыз ба? Соны жақсылап біліп алыңыз, бірінші. Екінші, ұсақ түйек қана дүниені армандап қоймай, расымен де өте үлкен мақсаттарға, үлкен армандарға ұмтылуды үйреніңіз. Арман міндетті түрде орындалады, мақсатқа міндетті түрде жетесіз. Сол кезде қап демес үшін жаңағы арман мақсаттарыңыз үлкен болу керек. Жәнегі бір кездері маған Алматыға көшу арман болған. Қазір Алматының 2-3 қаласында тұрып тастадым. Сондықтан мүмкін емес деген дүние жоқ екен. Бәрі мүмкін. Барлығы мүмкін. Армандаңыздар. Армандаудан қорықпаңыздар. Жақсылыққа ұмтылыңыздар. Тіке қараңыздар. Өзгенің фокусын емес, өз фокусыңызға назар аударыңыз. Істейм деген ісіңізге, алға қойған мақсатыңызға адал болыңыз. Сол кезде болмайтын дүние жоқ. Ешқашан сомневание ұстамаңыз. Бұны жасайтын сіз, ойды ойлайтын сіз, жолға түсіңіз, жол ары қарай өзі алып кете береді. Ары қарай уже сол арнаның ағысымен жүре беретін боласыз. Сіздің задачаңыз, сіздің тапсырмаңыз шынымен өзгерем деген ниетіңіз болатын болса, сол өзгеріске, сол жолға түсетін, сол жолды таңдай білетін, сол жолға тәуекел ете алатын сізде жігер болу керек. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.